Сәлем достар, бұл видеода аса қатыгездікпен өлтірілген жапондық оқушы қыз туралы айтатын боламыз. 18 жастан аспағандарға тыйым салынады. Арнаға жазылуды, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Джунко Фурута 1989 жылы 22 қарашада жауыздардың қолында өлгенге дейін 44 күн зорлау мен азаптауды бастан кешірген 16 жасар оқушы қыз. Бұл оқиға Жапонияда бетонмен қапталған оқушы қыз ретінде белгілі. Джунко Фурута Жапонияның Сайтама префектурасындағы Мисато қаласындағы орта мектепте оқыды. Әдемі, белсенді жасөспірім болатын. Ол көпшіліктің көңілінен шығып, кейбіреулердің қызғанышын тудырды. Ол темекі шекпеді, ішімдік ішпеді және есірткі қолданбады. Ол гангстер тәрізді жасөспірімдердің көз алдында өте жағымсыз болып көрінді. Олардың бірі